Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен осы тұрған товарларға распаковка жасайтын боламын. Бұл товарлар менде 20 күнде қолға алдым. Майдың 18 күн заказ берген болатынмын. Так, мына жерде бірінші товар. Ұлдарға арналған двойка. Өзімнің ұлдарыма 2 размер заказ берген болатынмын. Біреуі 110, біреуі 120. Магазинде қарағанда мал Америка деп тұрған. Сондықтан кішкене үлкендеу размерге заказ бергенмін. Негізі менің ұлдарым 100-110 киеді. Мына жерде некені шортигі. Сосын дойкасын жеке футболкасын жеке салфанға салып жіберген. Қазір сіздерге ашып көрсетем. Несінің джинсында ешқандай запах жоқ. Мынау не футболкасы. Неке осындай. Матасы таза прям хлопок емес. Тігістер нормально, ровный. Неке. Кішкене бір жерінде міне жіп бар екен тәртіп тұрған. Но неке матасы таза хлопок емес бұл жерде. Бұл дойкалардың бағасы 15 юань. Бұл дойкалар маған киломен примерно 1000 теңгеге шықты. Осы дойка. Еще бұл футболкалардың иісі бар екен. Неке мынау. Джинсы, шортик. Джинсының сапасы жақсы, жұқа материалы, жазға киюге самое то. Тігістері ровный, қалтасы бәрі нормально, жақсы. Резинкасы артында қалтасы. Суретте қандай тура сондай қылып салып жүрген. Неке мынау тігістері мінекей. Енді мынау келесі тоже тура сол. Бірақ уже 120 размері. Мынау міне 110 размер. Қазір 120 размер ашып көрсетемін сіздерге. Келесі негізі продавецке сары түсіне салып жібердім, екіншісінде өтінген болатынмын. Өзім өткен шадасып бір түстен 2 размер таңдай салыппын. Сосын продавецке жазып өтінген болатынмын. 110-да сары түсіне салып жібердіңізші деп, но ауыстырмапты. Так, келесі тоже сондай. Неке. Ожидание, реальность жақсы совпадает. Но просто кішкене несі бар, запахы бар футболкаларының. Тігістері бәрі былай жақсы сапасы. Өз бағасына стоит. Енді 1000 теңгеге жақсы. Мына джинсыда кішкене жіп тәртіп етіп тұр. Неке мына футболкасы. Тігістері бәрі ровный, жақсы. Мінеке. Ешқандай жерінде, мына жерде жіп тәртіп тұрған жоқ бұл екінші дойкада. Сосын келесі товар бізде қызыма арналған дойка болу керек. Неке 130 размер заказ берген, сол 130 салып жіберген. Сіздерге ашып көрсетем. Неке мынандай материалы шифон. Фотода қандай болса тура сондай. Кішкене легкий иісі бар, кішкене. Сосын тігістері бәрі жақсы. Қалтасы мінекей. Так, надеюсь, размері келеді. Қазір сіздерге кигізіп көрсетем. Мінекей үсті, артынан. Енді мінекей алдынан түймелері. Түймелері андай бірақ ретінен іле салған емес. Прям жақсы тігілген. Түймелері прям плотно. Ожидание, реальность жақсы совпадает. Тігістері ровный мінекей. Фотода қандай болса тура сондай дойка келген. Түсі бәрі. Кішкене иісі біраздан кішкене андай кетіп қалады.
прям қатты иіс жоқ бұда. Ана вот ұлдардың дойкасында прям иісі болды. Так, енді келесі товарды ашып көрсетейін. Келесі товар менде. Так, для интереса заказ бере салған болатынмын. Негізі өзінің инструкциясында там татуировкаларды, шрамдарды жауып қоюға болады делінген. Бірақ мен түсінбей отырмын бұны қалай ашатынын. Бірінші заказ беріп отырмын бұндай затқа. 300 теңге ма сондай. Невесомый зат қой. Соны алып тексеріп көрейін дегем, қалай болатынын. Нешеде айтып бүйтіп бірден аштым. Енді қалай жабыстыратынымды да білмей отырмын. Бұлай көрдім. Вообще не получается. Соңында сулап барып істеу керек екен. Сосын істеп көріп едім, мынандай бірдеңе болып шықты. Вообще непонятно. Вообще не стоит заказ беруге, білмеймін енді. Короче, бұл жерде мен так попробовала, ешқайсысы келген жоқ. Какая-то андай болмайтын зат. Вообще не стоит заказ беруге. Енді білмеймін енді. Тілін түсінгендер, может быть, жасап алатын шығар, мен тілін түсінбедім. И неудачный покупка бұл. А вот мынау ұлдар мен қыздарымның дойкасы жақсы келді. Размерлері сәл үлкен ұлдардікі, но қызымдікі прям в размер. Мынау ұлдардың размерінде маламерка деп тұрғаннан кейін үлкендеу размерге заказ берген болатынмын. Маламерка емес, размер сияқты оларда. Өйткені мен ұлдарыма үлкен болып тұр. 110 мен 120 размер. Осы үш киімнің салмағы 1453 теңгеге шықты. И ұлдарымның дойкасы 15 юаньнен, ал қызымдікі 29 юаньнен алған болатынмын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.